Сәлем баршаларыңызға, қайырлы күн. Сіздерді каналымнан көріп тұрғанымнан қуаныштымын. Бүгін біз тоқудан нөлден бастап осы сабағымды үйрететін боламын. Қызық болса, сабақты соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз осындай үлкен жіппен, осындай үлкен крючоктан қолданамыз. Себебі бұл енді үйреніп жатқан адамдарға өте ыңғайлы болады. Ең алдымен жіпімізді осылай алып, осылай байлаймыз. Қатты жаппаймыз. Крючогымызды кіргіземіз, сосын кішкене тартамыз. Енді крючокты адамдар екі түрлі ұстайды. Мен осылай ұстаймын. Тағы бір түрі мынандай, осылай. Сізге қай бір удобны, ыңғайлы, осылай тоқысаңыз да болады. Жіпті осылай қолымызбен ұстап аламыз. Тоқығанда мына жақтан жіпті бір реттен келтіріп береді. Бұл қолымыз екі қолды жұмыс істейді. Ең алдымен жібімізді былай кіргізіп аламыз. Көрдіңіздер? Енді айналдырып тағы кіргіземіз. Дәл осы көріністе жібімізді мынау ұшы сізге осы жіпті өткізіп беруде көмектеседі. Оңай, көрдіңіздер? Жіпті аласыз, кіргізесіз, тағы аласыз, кіргізесіз. Осыдан біз енді үйреніп жатқан адамдар болса, көп тоқысаңыздар, үйрену үшін, қолыңызды үйрету үшін, өзіңізді кішкене өзіңізге жақсы болады. Бір тегіс, сіздікі егер бір тегіс шықпай жатса, көп қайта тоқи беріңіздер. Сол кез сіздердікі де осылай шығады. Мен тоқи беріп қолдан үйреніп кеткендіктен осылай. Біз қазір осыдан көрдіңіздер, осылай басталады барлық тоқуларды. Бұл бізге міндетті түрде керек. Дәл осылай тоқып кете бересіздер. Бірдей осылай шығады. Келесі сабақты қараңыздар. Арнама тіркеліп, видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер.